15 жасар қыз өзіден 2 есе үлкен 32 жастағы Қытай жігітін басын айналдырып алады. Және сол жасырын қарым-қатынастың кесірінен бастары бәлеге қала жаздайды. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге көңілдес деп аталатын романтикалық фильмді қысқаша баяндап беретін боламыз. Жайғасып отырып алыңыздар. Ал біз бастадық. Не нужно ничего говорить. Просто действуйте, как всегда. Бұл қыздың есімі Жейн. Ол оқу жылын аяқтап жазғы демалысқа анасы Садикканың қасына келеді. Қыздың 2 ағасы бар, үлкен ағасы Байра. Ол ұрысқақ мінезді және қатыгез. Ол анасының тығып қойған ақшасını ұрлап есірткіге жұмсайды. Кіші ағасы Пабло болса, аз сөйлейтін ұялшаң, тәртіпті жігіт. Сөйтіп қыздың жазғы демалысы да аяқталады. Ол Сайгонға, яғни қыздарға арналған мектебіне жолға шығады. Қызды кемеге анасы мен кіші ағасы Пабло шығарып салады. Сол уақытта кеме тұратын жерге қара автокөлік келеді. Жүргізуші шығып, артқы жақта отырған жолаушының есігін ашады. Көліктен Тони есімді ер адам түседі. Серуендеп жүрген жігіттің көзі кеменің жүруін күтіп тұрған қызға бірден түседі. Көп ойланбай жігіт қыздың қасына жақындайды. Ол қызға сөз бастап, Парижден дем алып келе жатқанын айтады. Қыз одан кімсің және қайда тұрасың деп сұрайды. Жігіт өзеннің ар жағында Сайгонда тұратынын айтады. Бұл жердегі барша үлкен әрі бай үйлердің барлығы қытайларға тиесілі екен. Олардың бірі осы жігіт болады. Жігіт қызға кемемен емес, өзінің автокөлігімен оқуына жеткізіп салуын ұсынады. Қыз болса бірден келісе салады. Көлікте кете жатып, жігіт қыздың Сайгонда немен айналысатынын сұрайды. Қыз 11-ші сыныпта оқитынын және жасы 17-де екенін айтады. Тони өзінің 32 жаста екенін айтады. Ол бизнесі туралы айтып береді. Қыздың қолын орындықта тұрғанын байқап, жігіт ақырын өзінің қолын қояды. Және жаймен жақындап саусақтарын тигізіп ақырын сипалайды. Сосын оны құмарлықпен қысады. Одан кейін жігіт қыздың аяғын сипай бастайды. Ал өмірінде бірінші рет еркекпен кездесіп тұрған қыз бұдан рахаттанып кетеді. Көлік атылған мекен жайға да жетеді. Қыз жігітке рахмет айтып үндемей көліктен түседі. Жігіт болса оны көзімен шығарып салады. Мектепке келген қыз өзінің құрбысына оны бейтаныс жігіт алып келгенін айтады. Сол үшін ол бұл жолы ерте келген. Таңда қыз оқуға бара жатып мектеп алдында тұрған Қытайдың көлігін байқайды. Ол көліктің артқы есігіне барады және Қытай отырған терезені сүйеді. Содан кейін мектепке жүгіреді. Кешкісін мектептен қайтып бара жатып қыз жігіттің көлігін іздей бастайды. Бірақ айналада ешкім жоқ. Сол күні қыз қатты қозғандықтан ұйықтай алмай шығады. Ертесін ол құрбысымен билеп жатқанда қара автокөлікті байқайды. Қыз шығып көлікке отырады. Бұны құрбысы терезеден бақылап тұрады. Қытай жігіт қызды бойдақтар мекені деп аталатын тұрғын үйге алып келеді. Жігіт өзінен әжептәуір жас қызды сүйіп қалудан қорқа бастайды. Бірақ еркек қалап тұрған қызға бәрібір еді. Қыз оған басқа қыздарды қалай істесең, мені де солай істе деп өтінеді. Не нужно ничего говорить. Просто действуйте, как всегда. Жігіт оның киімдерін ақырын шешіп, махаббатпен айналысуға кіріседі. Ал қыз бұл сәттен рахаттанып, толықтай жігітке өзін тапсырады. Содан кейін жігіт оны ресторанға алып барады. Жігіт пен қыз күні бойы әңгімелесіп, қыздың отбасы өте нашар тұратынын және нашақор ағасы бар екенін біліп алады. Тони қызды ақша үшін менімен кездесіп жүр деген ойға келіп қалады. Егер қыздың анасы жігіт туралы білсе, оны оңдырмайтынын айтады. Анасының айтуынша неке күнге дейін пәктігін жоғалтса, күйеу таба алмайтынын айтқан, себебі ол намысы болады екен. Ал жігіттің сөздері бойынша жігіт оған үйленгісі келсе, оған әулеті рұқсат бермейді екен. Себебі қыз өте кедей әулеттен, ал жігіттің қоғамы бұны қабылдамайды. Сондықтан ол екеуінің арасында некенің болуы мүмкін емес. Қыз мұны естіп қуанышты екенін айтады, себебі ол қытайларды онша жақтырмайтынын айтады. Ертесіне жігіттің жүргізушісі қызды мектептен шығуын күтіп алады. Жүргізуші қызды бойдақтар мекеніне жігіттің қасына алып барады. Қытай жігіт қызды сүйіп қалған еді. Кездесе салғысымен ол жігітке атыла салып, жігітті сүюге кіріседі. Содан кейін олар жыныстық қатынасқа түсіп махаббатпен айналысады. Солайша әр күні сабақтан кейін қыз жігітпен пәтерде кездесетін болады. Мұны қыз өзінің құрбысы Эленға айтады. Сөйтіп кезекті каникулда келеді. Қыз Тонидің автокөлігімен өз үйіне оралады. Ал мұны қыздың анасы көріп қояды. Кешкісін әйел қызын сұраққа тарта бастайды. Қыз ол жай ғана апарып тастауға ұсыныс жасаған танысым деп алдайды. Бірақ анасы мектептен келген хатты шығарады. Онда қыздың бірнеше күн бойы мектеп общагасында түнемегені жазылған еді. Қыз оған да бір сылтау табады және қытайлық танысының өте бай адам екенін айтып, отбасын онымен таныстырмақшы болады. Олар қымбат ресторанда кездеседі. Жігіт оларға өзінің бизнесі туралы айтып береді. Бірақ оны ешкім тыңдамайды, өйткені олардың ауыздары тамақтан босап жатқан жоқ. Тамақтанып біткен соң, Тони оларға билеуді ұсынады. Ал шотты көрген қыздың үлкен ағасы Байра оны қыз жаққа итереді. Ал қыз оны Тониға жылжытады. Ақшаға тола аменді көріп, қыздың анасының есі ауыса бастайды. Олар биге келеді. Биден кейін қыздың ағасы Байра қытайлық жігітке тиісіп оны төбелеске шақырады. Қыз бен Пабло болса билеуге кетеді. Биден кейін оның отбасынан әбден тойған жігіт қызды бойдақтар пәтеріне алып келеді және қызды өте қатаң түрде пайдаланады. Содан кейін жігіт қыздан қанша ақша керек деп сұрайды да, қалаған ақшасын қолына береді.
Қыз ақшаны анасына тапсырады. Ал анасы қыздың мектебіне барып директорға қызы кейбір күндері түнемейтіндігін ескертеді. Ал мектеп оқушылары Джейн бен қытайлық ер адамдың қарым-қатынасы туралы біліп алған, және бұны бүкіл мектеп айтып жатты. Қызға болса бұның маңызы жоқ. Ол келесі жылы Францияға оқуға кетпекші. Тони қызбен кездесіп оған анасының медальонын сыйға береді. Жігіт қызды қатты сүйіп қалған еді. Содан ол өз атасының қасына барып, Джейнге үйленуге рұқсат сұрайды. Бірақ есі ауысып, сырқатқа ұқсап қалған шал ол қызға үйленуге рұқсат бермейді. Ол екеуіңдің тойыңды көргенше, сенің өлгеніңді көргенім абзал деп айтады. Жігіт бұл жөнде қызға баяндайды. Егер саған үйленсе мені бүкіл байлықтан айырып тастауы мүмкін. Ал мен мұны қаламаймын дейді. Қыздың айтуынша оның әкесінікі дұрыс. Оқуын бітірген соң қыз онсыз да бұл жерден кетеді. Сонымен қатар, мен қытайлық жігіттерді ұнатпаймын деп айтады. Тони болса әкесі таңдап берген болашақ әйелі туралы айтып береді. Ол қызда Тони сияқты бай отбасыдан екен. Содан кейін олар бойдақтар пәтеріне оралып, ниеттерін іске асырады. Қыз жігіттен аздап ақша сұрап алады. Ертесіне қыз қайтадан өз ауылына оралады. Жігіт сыйлаған бағалы жүзікті көріп, анасы мен байра айқай ұйымдастырады. Оны Қытай жігіт бекерден бекер сыйлаған жоқ деп күдіктенеді. Қыз оны бекерге шығарып, Қытайларды жек көретінін айтады. Байра қыздың іш киімін іскейді. Содан кейін ол бұдан Қытайдың ісі шығып тұрғанын айтып, қызды соққыға жыға бастайды. Пахнет китайцем. Ты с ним спала? Скажи. Скажи. Спала с косоглазым. Арадан бірнеше уақыт өтіп ағасы Байра жұмыс іздеп Францияға жол тартады. Анасы көздеріне жас алып ұлын жолға шығарып салады. Бірақ қыз бен кіші ағасының көзінде жас та жоқ. Себебі олар ағасының зорлықтарынан тойған. Ертесіне қыз жігіттің үйіне барады. Жігіт тоқтамастан шылым шегіп жатыр. Себебі 2 күннен кейін жігіттің тойы басталады. Ал жігіт болса ол қызды сүймейтін. Джейн болса тойдан кейін екеуі міндетті түрде кездесуіне уәде береді. Сөйтіп жігіттің тойы болады. Тойдан кейін қыз үйіне оралады. Анасы оған жігіттің өзі ойлағаннан әлдеқайда жақсы екенін айтады. Ол Байраның бүкіл қарыздарын жауып беріпті. Содан кейін қыз Сайгонға барады. Ол жігіттің пәтеріне кіріп, оны кешке дейін күтеді. Бірақ жігіт келмейді. Содан қыз үйіне оралады. Арадан біраз күн өтіп, қыз отбасымен бірге Францияға баратын күнде келіп жетті. Қыз палубада тұрып, әлгі таныс қара автокөлікті байқайды. Ол жігітті қоштасуға келді деп ойлайды, бірақ көлік ішінен ешкім түспейді. Қыз көлік көзден жоқ болғанша оған қарап тұрады. Қараңғы түнде айналаға қарап тұрып, қыз әлде біреудің керемет күй ойнап жатқанын естіді. Төменге түскен соң, ол жігітпен бірге өткізген сәттерін еске алып жылай бастайды. Қыз оған шынымен ғашық болып қалған еді. Сөйтіп арадан бірнеше жылдар өтеді. Джейн енді ересек әйелге айналған. Бір кез оның пәтерінде қоңырау шырылдайды. Бұл Қытай жігіт екен. Ол қызды әлі күнге дейін сүйетінін айтады. Джейн көздеріне жас алып тұтқаны қояды. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, фильмді көріп қандай әсер алдыңыздар? Пікіріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.